Ай мектеп. Аға, мына алманы жейін десем, таусалмайтын сияқтымын. Таусалмасаң, үлестерге бөлейін. Үлес дейсіз бе? Иә, міне. Біз бұл алманы тең екі үлеске бөлдік. Үлес дегеніңіз бөлік екен ғой. Иә, мынау жарты алма. Немесе алманың 2-ден 1 бөлігі санмен 2-ден 1 деп жазылады. Яғни 2 бөліктің біреуі. Кез келген нәрсенің жартысын 2-ден 1 бөлігі деп айтамыз ба? Иә, мен қазір мына нанның жартысын, яғни 2-ден 1 бөлігін Викиге берем. Аға, маған жарты алма да көпті кететін сияқты. Ендеше алманың ширегін берейін. Міне, алманы тең 4 үлеске бөлдік. Мынау алманың тең 4 бөлігінің біреуі. Яғни 4-тен 1 бөлігі. 4-тен 1 бөлікті ширек деп атайды. Түсіндім. Мысалы, қағазды тең 4 бөлікке бөлсек, оның әрбір бөлігі қағаздың ширегі болады. Немесе сүтті 4 ыдысқа тең бөліп қойсақ, сүттің 4-тен 1 бөлігін ішетін боламыз. Сағат 12-ден 15 минут кетті. 15 минутта сағаттың 1 ширегі екен ғой. Мен алманың 4-тен 1 бөлігін, яғни ширегін жеймін. Ал 4-тен 3 үлесі сізге қалды. Викидің торт жегісі келіп тұр. Тең 3-ке бөлсек, әр қайсымызға торттың 3-тен 1 үлесі, яғни 3 бөліктің біреуі тиеді. Аға, 3-тен 1 бөлігі көп емес пе? Мүмкін 6-дан 1 үлесін алармыз. Қайталайық. Үлестер. Алма тең 2 үлеске бөлінді. Мынау жарты алма немесе алманың 2-ден 1 бөлігі. Санмен 2-ден 1 деп жазылады. Яғни 2 бөліктің біреуі. Кез келген заттың жартысы оның 2-ден 1 бөлігі болып саналады. 4-тен 1 бөлік ширек деп аталады. Мысалы, қағазды тең 4 бөлікке бөлсек, оның әрбір бөлігі қағаздың ширегі болады. Немесе, сүтті 4 ыдысқа тең бөлетін болсақ, әр ыдысқа сүттің ширегі құйылады. 15 минут 1 сағаттың, яғни 60 минуттың ширегі. Зат тең 3 үлеске бөлінсе, әрбір үлес оның 3-тен 1 бөлігі, яғни 3 үлесінің біреуі болады.